Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін үй жағдайында дайындалатын өте керемет тағамдардың бірі макарон жасап көрсететін боламын. Әрине, әр үй ас бикесінің жасалу жолы әртүрлі. Менің өз жасалу жолымен сіздермен бөліспекшімін. Ендеше менің арнама тіркеліп, лайк басып, колокольчик батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар, және де видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етімізді осылай кубиктап, ұсақтап турап шығатын боламыз. Еттің кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Жылқы еті, сиыр еті, қой еті. Ал мендегі ет түрі қой еті. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай ұсақтап турап дайындап аласыздар. Ендігі кезекте сәбізімізді де осылай ұзынша жіңішке етіп турап алатын боламыз. Әрине, ол өз қалауларыңыз бойынша, қаласаңыздар домалақ етіп, қаласаңыздар кубиктап, төртбұрышты турап шықсаңыздар болады. Ал мен осылай ұсақтап турап шыққанды жөн санадым. Ендігі кезекте картошкамызды де осылай ұсақтап, төртбұрышты етіп турап аласыздар. Және де қызыл немесе көк болгар, тәтті болгар бұрыштарын қолдансаңыздар да болады, әрине бар болса. Немесе осындай мен сияқты үй жағдайында, яғни үйдегі бар заттармен дайындалатын капуста қоссаңыздар да болады. Кішкене азырақ капуста қостым, содан соң сарымсағымызды қостым, осылай ұсақтап турап алдым. Сарымсақ міндетті түрде қосыңыздар, тағамыңызға ерекше дәм беретін болады. Осы видеоның астына мен толық құрамын жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Пиязымызды да осылай ұзынша жіңішке етіп турап алатын боламыз. Және де осы аралықта қазанымызға майымызды құйып, қатты қыздырмайсыздар. Кішкене қызғаннан кейін етімізді салып қуырып алатын боламыз. Егер қатты қызып тұрған майға салсаңыздар, онда бірден етіміз қатты болып пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан кішкене қызарғаннан кейін етімізді салып 15 минут қуырып аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай қуырылып болды. Енді осының үстіне жаңағы ұсақтап ұзынша жіңішке етіп турап алған пиязымызды салып, бетін жауып қуырып алатын боламыз. Пиязымыз да қызарып, қуырылып дайын болды. Енді көкөністердің барлығын осылай салып алатын боламын бірден, және де 5 минутқа қуырып алатын боламыз. Бетін жауып қалдырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай 5 минут қуырып алдым, бетін жауып, және де осының үстіне 2 ас қасық томатымызды салып, томат пастасын саласыздар да, және де 5 минутқа осылай қозғап қуырып алатын боласыздар. Дәміне қарай тұзымызды салып шығатын боламыз, және де дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады, бірақ мен қоспадым дәмдеуіштерді. Одан соң міндетті түрде суымызды құйып алатын боламыз. Суымыз көкөністерге батып тұратындай етіп құйып шығасыздар. Көп құюдың қажеті жоқ. Және де бетін жауып, піскенін күтетін боламыз. Осы аралықта макаронды мен алдын ала қызып тұрған пеште 5 немесе 10 минутта қызарғанша пісіріп алатын боламын. Арада 1 сағат уақыт өтіп, біздің жаңағы көкөністеріміз пісіп шықты. Енді осының үстіне алдын ала печкада қуырып алған макаронымды салатын боламын. Міне, макаронымыз осылай қуырылу керек, қызарып, және де осының үстіне салып алатын боламыз. Осылай қозғап аласыздар, барлығы бір-біріне бірігуі қажет. Енді макаронымыздың суы тартылғанша бетін жауып қалдыратын боламыз осы аралықта. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай суы тартылды. Енді осының үстін пакетикпен осылай жауып қалдыратын боламыз. Міндетті түрде пакетпен жауыңыздар, және де қазанымыздың бетін жауып, бетін ашпай 20 минутқа пісіргенге қалдыратын боламыз. Арада 20 минут уақыт өтеді. Біздің макаронымыз осымен пісіп дайын болып тұр.
Көріп тұрғандарыңыздай макаронымыздың түсі де дәмі де ерекше дәмді болып пісіп шықты. Дәл осы тағамды менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Және де бұл тағамды барлық ас үй бикесі дайындай алатын тағам түрі, және де қазақтардың хит тағамы десем де болады. Бірақ бұл тағамды мен өзім рецептім бойынша жасап көрдім. Міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.